Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Сіздермен аға оқытушы Кекбаев Манас Қайратұлы. Біздің кезекті дәрісіміз мұнай-газ негіздері пәнінен 7-ші дәріс. Тақырыбы ұңғыманың түп маң аймағының өтімділігін арттыру әдістері. Біздер ең бірінші түп маң аймағы дегеніміз не? Осыған тоқталып өтсек. Бұл ұңғыма мен коллектор арасындағы диаметрі бірнеше метрді, көбіне, яғни 1-3 метрді құрайтын аймақ болып табылады. Мұнай мен газдың ұңғымаға ағуы осы аймақтың сүзгілік қасиеттеріне тікелей байланысты. Егер түп маң аймағының өткізгіштігі төмендесе, ұңғыманың диабеті де осыған сәйкес күрт төмендейді. Өтімділіктің жалпы төмендеу себептері қандай себептерден болады? Біріншіден, бұрғылау кезіндегі қабатқа бөгде сұйықтықтардың енуі. Екіншіден, тұнбалар, парафин, шайыр және тұздардың жиналуы. Үшіншіден, ұңғыманы дұрыс емес пайдалану және де гидраттар, коррозиялық өнімдер болып табылады. Сондықтан түп маң аймағының сүзгілік қасиеттерін қалпына келтіру және арттыру маңызды технологиялық мәселе. Себебі біздің өніміміздің көлемі сол түп маң аймағының өткізгіштігіне тікелей тәуелді. Егер түп маң аймағының өткізгіштігі бізде жақсы болса, онда өнімімізде соған сәйкес көп болады, жоғары деңгейде болады. Ал төмендесе өткізгіштігі, соған сәйкес ұңғыманың диабеті де күрт төмендейді. Жалпы негізінен әдістерді біз екі бағытта жіктейміз. Түп маң аймағының өткізгіштігін арттыру екі үлкен топқа бөледі. Біріншісі физика, химиялық әдістер болса, екіншісі физика, механикалық әдістер. Химиялық әдістерге қышқылмен өңдеу, еріткіштермен әсер ету, сарфактанттар, яғни пафтарды пайдалану және комплексті реагенттерді қолдану жатады. Физика механикалық әдістерге гидрожару, яғни гидроразрыв пласта, перфорациялау қайттан, импульстік өңдеу, плазмалық, акустикалық деген секілді және ыстық әсер, яғни термиялық әсерлер, бұған пар және термохимия жатады. Сонымен қатар, нақтылап жеке-жеке тоқтау ететін болсақ, механикалық әдістер гидравликалық жару, жоғары қысыммен сұйықтықты айдау арқылы жер астында жарықтарды жасайды. Өндіруді 50-100%-ға дейін арттырады. Қысым 70-100 мегапаскаль аралығында болады. Яғни біздер қабатты жоғары қысымдағы сұйықтықпен айдау арқылы біздер жаңа жарықшақтар қалыптастырамыз. Осы жарықшақтар, яғни қабаттың өткізгіштік аймағын кеңейтуге, үлкейтуге өз септігін тигізеді. Ұңғыманы тазарту, құбырларды және жабдықтарды мұқият тазарту арқылы өтімділікті қалпына келтіреді, тығындауды болдырмайды және ұңғыманың жұмыс істеу мерзімін ұзартады. Жарықтар жасау, ұңғыма түп маң аймағында жарықтар жасау арқылы мұнай ағынын жеңілдетеді. Гидрожару, яғни гидравликалық жаруға тоқталып өтетін болсақ, бұл әдістің негізгі мақсаты қабатқа жасанды жарықтар туғызу арқылы мұнайдың ұңғымаға ағуын жеңілдетеді, яғни жылдамдатады. Жұмыс процесі қабатқа жоғары қысыммен сұйықтық айдалады, 80-100 мегапаскальға дейін. Қабат жарылып, жарықтар пайда болады. Сол жарық ішінен пропан, яғни құм, керамика жіберіледі. Ол жарықты ашық күйінде ұстайды. Яғни ол бізге мұнайға байтқанда келетін жол болып табылады. Артықшылықтары қабатты фильтрациялық қасиеттерді бірнеше есе арттырады, ағын бағытын өзгертеді, қаттылығы жоғары жыныстарда тиімді болып табылады. Қолдану шектеулері, яғни құны жоғары болып табылады. Қабат жарықшақты болса, күрделеу және де қоршаған ортаға әсерін қатаң бақылауға тиіс. Себебі жер астында бізде жарыс жасайтын болғаннан кейін ол қоршаған ортаға деген яғни әсерін қатаң бақылауда ұстау керек біз. Екінші, термиялық және термохимиялық әдістер. Бірінші, пармен өңдеу. Бу генератор арқылы қабатқа қызған бу, яғни 150-300 градус Цельсий айдалады. Бұл парафиндерді ерітеді, тұтқырлықты төмендетеді және газ бөлінуін күшейтеді. Біздің яғни төменгі сол жақ бөліктегі көрсетілген суретте осы яғни термиялық, термохимиялық әдістер көрсетілген. Термохимиялық әсер арнайы реагенттер қабатқа экзотермиялық реакциялар жүргізеді. Нәтижесінде яғни температура көтеріледі, қысым артады,
кеуектілік пен өткізгіштік артады. Кеуектілік пен өткізгіштік артса, біздің яғни ұңғыма түп маң аймағының әсер ету процестері де артады. Соның арқасынан біздің диабетіміз де өз кезегінде өседі. Химиялық әдістер бірінші қышқылмен өңдеу, екінші беттік белсенді заттар және осы әдістердің тиімділігі. Яғни қышқылмен өңдеу технологиясы ол негізгі мақсаты қабаттың саңылауларын ашу және бөгелген зоналарды тазарту. Қолданылатын қышқылдар аш хлор, яғни тұз қышқылы бірінші, карбонатты жыныстар үшін. Одан кейін бар фтор сутек, яғни аш фтор. Бұл жерде яғни кремнийді жыныстар үшін. Үшіншісі ол органикалық қышқылдар жұмсақ әсер ету үшін және қоспалар аш хлор мен жаңағыдай аш фтор немесе басқа да ингибиторларды қолдану арқылы. Әсер ету механизмі қышқыл жынысын әрекеттесіп, еріту реакциясы жүреді, соның әсерінен кеуектер ашылады. Қолдану жағдайлары, яғни тұңбалар, сүзгілер жабылған кезде, карбонатты жыныстарда және перфорация кезінде ластанған аймақтарда қолданылады. Сонымен қатар осындай тағы бір әдіс перфорациялау және реперфорация деп аталады. Бұл дегеніміз, яғни перфорация ұңғыма мен қабат арасындағы байланыс арналарын жасау мен жаңарту болып табылады. Түрлері атқымалы, механикалық және жоғарғы энергиялық импульс деген секілді түрлері бар. Қолданылу кезінде қабатқа алғашқы перфорация, жаңа интервал ашу және қабат аралық сүзгі тесіктерін жаңарту болып табылады. Яғни перфорация арқылы біздер қабатымызға жаңа мұнай, яғни көмірсутектер енетін зоналар, аймақтар ашатын боламыз. Келесі әдістерді салыстыру, ол термиялық әдістер тұтқыр мұнайлар үшін тиімді, бірақ энергия шығындары жоғары. Химиялық әдістер шөгінділерді ерітуге жақсы, қоршаған ортаға әсері бар. Механикалық әдістер өтімділікті жақсартуға тиімді, технологиялық қиындықтары бар. Қолдану мысалдары, яғни әртүрлі елдердегі кен орындарындағы тәжірибелермен осы әдістердің тиімділігін көрсетеді. Әр аймақтың геологиялық жағдайына байланысты нәтижелер әртүрлі болуы мүмкін. Яғни біздер бір әдісті кез келген кен орнына қолдана аламыз деген сөз емес. Бір әдіс барлық жағынан тиімді бола бермейді. Яғни біздер геологиялық зерттеулер жасай отырып, лабораториялық зерттеулер жасай отырып, біздер әр ұңғымаға, әр кен орнына өзіне сәйкес қолданылатын, яғни процестерді, әдістерді қолдануымыз керек. Қорытындылай келе, ұңғыманың түп маң аймағы мұнай мен газ өндіру тиімділігін анықтайтын негізгі аймақ болып табылады. Яғни дұрыс өңдеу ұңғыманың өнімділігін бірнеше есе арттыруы мүмкін. Қазіргі таңда физика, химиялық және механикалық әдістер кешені кеңінен қолданылып келеді. Әр әдіс нақты геологиялық және техникалық жағдайларға қарай таңдалуы тиіс. Біз бүгінгі тақырыпта осы ұңғыманың түп маң аймағын қалыптастыруды, яғни жаңартуды әдістерін өттік. Тағы да ескертіп айтамын, бізде бұл сабақтарда, яғни қысқаша ғана шолу, ал қалған негізгі мәліметтерді біздер дәрісте оқып талдайтын боламыз. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.